Достар, бүгінгі видеороликте оңтүстік Корея туралы қызықты ақпарат айтамыз. Ал сіз осы арнаға тіркеліп лүпіл басып қоңыраушаны ұмытпаңыздар. Комментарийға қандай елдер туралы қызықты ақпарат түсіргенімді айта кетіңіздер. Корея технология жағдайынан алда тұр, яғни Samsung, LG, Hyundai сияқты әлемдік брендтермен осы елде шыққан. Жылдам интернет. Оңтүстік Кореяда ең жылдам интернеттің бірімен мақтана алады. Және корейліктер BTS сияқты топтар арқылы әлемге танымал болды. Пластикалық хирургиядан кең таралған мұнда пластикалық операция өте танымал, әсіресе көзді үлкейту арналған оталар. Ойын құмар ер, компьютерлік ойындар, киберспортпен өте танымал, тіпті арнайы киберспортшылар бар. Кимчи ұлттық тағам, 40 қабаттан жасалған ашытылған тағам корейлер күнде жейді. Жұмыс көп, демалыс аз. Корейлер өте еңбекқор, бірақ соңғы жылдары жұмыс уақыты қысқартыла бастады. Кофе мәдениеті. Мұнда кофеханалар өте көп. Корейлер кофені қатты жақсы көреді. Түнгі өмір қызық, көптеген дүкендер мен мейрамханалар түнде жұмыс істейді. Әскерге бару міндеті. Барлық ер азамат 18 айдан 21 айға дейін әскери қызмет өтейді. Сыйлық ретінде дәретхана қағазын беру қалыпты, себебі ол сәттілік әкеледі деп саналады. Гаджеттерге тәуелдік бар. Балалар арасында телефон мен компьютерлерге тәуелдік үлкен мәселе. Қызық нөмірлер 4 саны сәтсіздік әкеледі деп есептеледі. Сондықтан кей жерлерде 4 қабат болмайды. Әлемдегі ең ірі метро жүйелерінің бірі Сеул метросы, ыңғайлы, жылдам және тегін Wi-Fi бар. Корей драмалар әлемге танымал. Корей драмалар көптеген елдерге сұранысқа ие. Сағат түнгі 12-ден кейін туған күн тойлы қалыпты достар дәл түн ортасына туған күні алғашқылардың бірі болып атап өтеді. Осымен видео ролигіміз тәмамына жетті. Егер сізге осы видео ұнаса, лүпіл басып арнамызға жазылып қоңыраушаны ұмытпаңыз. Сіздермен болған Хансис. Сау болыңыздар достар.